Жолаушылар тасымалы түйткіл мәселелердің бірі. Күн сайын 24 бағыт бойынша қала көшелеріне 260 автобус шығады. Айта кету керек, қалалықтар бұл көліктерге қатысты уәждерін жиі айтып жатады. Бірі темір тұлпарлардағы тазалық мәселесіне тоқталса, енді басқалары олардың жүру уақытына шағымданады. Дегенмен оң тұстары да баршылық. Маршрут 14 обслуживает ТО Аврора Транссервис. Нөмірі 14 автобус Аврора Транссервис серіктестігіне тиесілі. Автобустардың жүру интервалы 10-15 минутты қамтиды. Биыл рейд өткізген кезде санитарлық техникалық жағдайына байланысты ескерту жасадық. Егер бұл оқылық тексеріс кезінде тағы мәрте қайталанса, автобус бағыттан шеттетіледі. Аязды күндері 14 бағытқа тұрғындар бірнеше мәрте шағымданған болатын. Әлеуметтік желілерде автобустардың жүру интервалы жөнінде сұрақтар жолданды. Біздің түсіру тобымыз мәселенің ақ-қарасын ажырату үшін бұл бағыттың жұмысын бақылап көрді. Жолаушылардың сөзінше, уақыт талаптарын көлік жүргізушілері сақтап отыр. Бұрындары біз сағатпен жүретін автобус. Қазір міне 14 маршрут шығарды. 2 жыл болды ма? Қиналып жатқан жоқпыз қалаға баруға. Школьникам удобно, вот этим, кто учится вообще в институты разные. Ну, маршрут как по городу обычно. Ждем, минут 20 от силы. 25 бывает. Вот в морозы были, вообще хорошо было. Даже вот один стоит темный, второй уже на очереди. Сейчас вот до конца доезжаем, там уже встречный идет обычно. Каждые 10 минут едем. Удобно. Можно идти сразу. 14 нөмірлі автобусқа ешқандай жалбыз істеуге болмайды. Потому что ол қаланың пригородқа жүреді. Жағдайлар бүкіл автобус сынбай тұрғанда 10 минут сайын жүреді. Если автобустың енді техникаға сынып қалған жағдайда, қатты мороз болып отырған кезде, суық болып отырған кезде, олардың интервалы жарты сағатқа дейін созылып кетуі мүмкін. Оған шыдауға болуға халық шыдау керек. Шағымданған азаматтардың өтініштеріне қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөлімі де жауап беру мақсатында тексеріс өткізді. 14 автобустың жұмысымен таныстық. Тұрғындар бағыттың қызметін оң бағалап отыр. Көліктер кестеге сәйкес жүреді. Бұл бағыттың жұмысы таңғы 6:30-да басталады. Кешкі 9-да соңғы автобус өтеді. Айта кету керек, бұрындары Петропавл мен Прибрежный бағытында рейстік автобус өз қызметін көрсеткен болатын. Интервалы 1,5 сағатқа дейін баратын. Бүгінде ауылдықтардың сұранысы бойынша қалалық нөмірі 14 автобус Прибрежный елді мекеніне қатынап жүр. Күнне бағытқа 10 көлік шығып, жолаушылардың сұранысын қанағаттандырып отыр.